Бүгін бізде республикалық хакатон өтіп жатыр, децентратон деп аталады. Негізгі біз 4 бағытты алып отырмыз. Ол жасанды интеллект, ол блокчейн, телеграм-бот және де жасанды интеллектке байланысты қосымша тапсырмаларды орындау жөніндегі жобаларды орындау. Бүгінгі таңда бізде 25 команда тіркеуге өтті, барлығы 60 қатысушы. Бұл хакатон 19 қалада бір уақытта қазір басталады. Бізде мысалы өзіміздің демеушілер бар, әрбір бағыт бойынша, және де ол демеушілерге өздерінің бір проблематикалар бойынша шешімдер табу керек. Сол шешімдерді енді біздің жастарымыз 2 күн көлемінде қазір сағат ашылу салтанатынан кейін сол тапсырмаларды алады, және де 2 күн көлемінде сол мәселені шешуге тырысады. Осы бүгін хакатонға мен досыммен екеуміз келдік. Біз өзіміз геймдев бағытын таңдаған болатынбыз, яғни бізге тапсырма береді. Біз осы тапсырманы белгілі бір дедлайн уақытында орындап, осы қорғайтын боламыз.